Анаэробты жануарлардың тынысы спирттік немесе май қышқылының толқыны. Аэробты глюкозаның толық оттегі. 1. Аэробты үдеріс оттегін өздігімен жұмсайды. Анаэробты жеңілдіктерде энергияның көп бөлігі спиртке немесе май кислотасына қапталған болады. Аэробты тыныс алу бұл глюкозаның оттектің қатысуымен ыдырап көп мөлшерде энергия түзетін үдеріс. Бұл үдеріс митохондрияда жүреді. Қажетті жағдай оттектің болуы. Энергия мөлшері жоғары. Қалдық өнімдер көмір қышқыл газы және су кездеседі. Жылқанды жануарларда, мысалы, адам, құс, сүтқоректілер. Жұмыс түрі динамикалық, ұзаққа созылатын, мысалы, жүгіру. 2. Анаэробты тыныс алу бұл оттексіз ортада глюкозаның толық ыдырамай, аз мөлшерде энергия түзіп, спирт немесе сүт қышқылы сияқты қалдықтардың пайда болуымен жүретін үдеріс. Қажетті жағдай оттектің болмауы. Энергия мөлшері төмен 2 атом. Қалдық өнімдер спирт, сүт қышқылы кездеседі. Суыққанды жануарлар мен кейбір микроағзаларда, мысалы, ашытқы, кейбір бактериялар. Жұмыс түрі статикалық, қарқынды күш түскенде, мысалы, ауыр жаттығу кезінде бұлшықеттерде. Қорытынды. Аэробты тыныс алу тұрақты және тиімді. Анаэробты тыныс алу шұғыл жағдайда оттек жетпегенде ағзаға уақытша көмек.